Ассаламу алейкум баршаңызға достар. Бұл видеода кивидің пайдасы мен зияны жайында айтатын боламыз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви жемісін витаминдер қоймасы деп те атаса болады. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп, ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар, С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Киви құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Кивидің құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшық еттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар, кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калорий аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Кивидің де зиянды жақтары бар. Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Достар, видеоны соңына дейін көріп менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Видеоны лайк қойыңыздар, ұнамаса дизлайк қойыңыздар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.